Бәріңе сәлем. Бүйрек ауруларын ары қарай жалғастырайық. Бізде келесі тақырып ол пиелонефрит. Пи деген ол ірің, нефр деген бүйрек. Значит, бүйректе іріңнің жиналуы. Пи, значит, біз ірің дедік, нефр бүйректе ит қабыну. Получается, бүйректің тостағанша түбекше жүйесінің және интерстициальды қабынуын айтамыз. Пиелонефриттің ағымы бойынша ол екіге бөлінеді. Ол жедел пиелонефрит, жедел формасы болады ағымы бойынша, және созылмалы формасы. Айырмашылығы ағымында және морфологиялық ерекшеліктерінде. Енді негізгі осы пиелонефриттің қоздырғыштарын немесе этиологиялық факторларын талдайық. Бізде жиі ол гематогенді және өрмелемелі немесе төменнен жоғары көтерілетін инфекция дейді. Яғни инфекционды процесстен кейін. Гематоген жолмен ол мысалы пневмония, тағы басқа бір сепсистік жағдайларда қанда көп мөлшерде бактерия болған кезде қан арқылы гематогенді жолмен бүйрекке инфекция түсіп, тостағанша түбекше жүйесінің және интерстицияның қабынуын айтамыз. Ал өршімелі деген сөз немесе төменнен жоғары көтерілетін ол бізде уретрит, несеп шығарушы түтік, және қуықта инфекцияның қабынуын, инфекцияның болуынан ол жоғары қарай рефлюкс нәтижесінде, зәрдің рефлюкс нәтижесінде ол бүйрекке түсіп, бүйректің қабынуын алып келеді. Осыны біз пиелонефриттің төменнен жоғары восходящий путь дейміз. Жиі осы жолмен инфекция дамиды. Неге? Себебі көп адамдар дезинфекциялық демейміз, енді антисептикалық немесе тазалық шараларын көп сақтанбайды, сол себепті бізде жиі болады. Және әйел адамдарда көп болады, себебі анатомиялық ерекшелігі бойынша зәр шығарушы түтік жүйесі оларда қысқа. Және оның негізгі қоздырғышы ол бізде көп жағдайда 80% десек те болады, ол ішек таяқшасы. Себебі анальды тесіктен ішек таяқшасы, егер ішек инфекциясы болса, энтероколиттер, сол уретраға түсіп, ары қарай рефлюкс нәтижесінде қабынуға алып келеді. Енді жедел мен созылмалы жеке-жеке талдайық. Жедел пиелонефрит кезінде бізде бүйрек морфологиялық тұрғыдан ол көлемі жағынан ұлғаяды, яғни ісіну байқалады. Не себепті? Себебі қабыну процесі туындады. Ал қабыну процесі болса, бұның ішінде гиперемия болады. Гиперемия деген толақандылық, қан көптеп келе бастайды инфекцияға қарсы. Және бұның бетінде іріңдіктерді көреміз. Прыщиктарды көреміз. Бұл прыщиктар басқаша микроабсцестер дейді, яғни көлемі жағынан кішкентай іріңдіктер. Бұл процесс бізде диагнозы бар, ол апостематозды нефрит дейді. Апостематозды нефрит. Апостема деген ол ұсақ-ұсақ іріңдіктер деген мағынаны білдіреді. Бұл бізде макроскопиялық көрінісі. Және кесіп қараған кезде ішінде тостағанша түбекше жүйесі кеңейген, тостағанша түбекше жүйесімен түбекшесін көрсетеміз, түбекшесі кеңейген, тостағаншаларда кеңейіп кетеді, себебі ішінде қабыну процесі. Осы тостағанша түбекше жүйесінің шырышты қабатында біз не көреміз? Сары, сұр түсті іріңді ошақтарды көреміз, яғни іріңді қабыну болғаннан кейін оның ішінде іріңді эксудат болады. Және оның арасында бізде некроз ошақтары болады. Некроз ошақтары бізде не себеп туындады? Себебі бактерия шырышты қабатты бұзады. Шырышты қабаттар бұзылған кезде эпителий некрозға ұшырайды, атрофияға ұшырайды, сол себепті бұл жерде некроз ошақтары болады. Бүйрек көлемі жағынан ісінген. Бұл макроскопияда. Микроскопияда не көреміз? Микроскопияда қабыну болғандықтан интерстициальды аймақта, шумақша деп алсақ, бұл жерде каналшалар бар. Олмен қоса, мынау бізде шумақша, ішінде артериоласы бар. Каналшалардың эпителийі бар. Эпителийлері бұзылып, атрофияланып, некрозға ұшырап кетеді, және олар мына каналшаның ішін бітеп тастайды. Значит, мына ішінде бір масса түзіледі. Ол масса іріңді масса болады, себебі құрамында лейкоцитарлы инфильтрация бар, және бұзылған эпителийлер бар. Бұл пиурия деген көрініс беруі мүмкін, себебі іріңмен аралас зәр шыға бастайды. Значит, интерстициальды қабатта нейтрофильді инфильтрация. Интерстиция деген шумақша мен каналша, қан тамырлар арасындағы зат. Осы жерде нейтрофильді инфильтрация. Нейтрофильдің ішінде бізде лейкоциттер, макрофактор басым болады, себебі жедел процесте бізде әрдайым осы нейтрофильді лейкоцитоз болады. Интерстициальды қабаттың қабынуы жүреді. Және қан тамырлардың гиперемиясын көреміз. Қан тамыр салып қойық, ішінде диаметрін үлкейіп қоям, бұл бізде гиперемия. Гиперемия, толағандылық, қан не үшін толды? Мына жердегі бактериалды инфекцияны, бактериалды флораны жою үшін.
Микроскопияда осы жағдайды көреміз. Созылмалы түрі бізде жаңағы пиелонефриттің созылмалы түрінде бізде макроскопияда ол керісінше мында үлкейіп ісінсе, созылмалы түрінде ол кішірейе бастайды. Көрем жағынан кішірейеді. Беті тегіс емес, түйіршікті болады. Кейде ірі түйіршікті болады арасында. Кейде инфарктқа ұқсап кетеді, бүйрек инфарктісіне ұқсап кетеді. Мына жерде осындай түйіршікті тегіс емес болады. Не себепті? Себебі бағана бізде мына каналшалар және өзінің интерстициальды қабаты бактериямен некрозға ұшырады. Енді ол некрозға ұшырағаннан кейін созылмалы процеске ауысқан кезде бізде не дамиды? Склероз. Склероз деген дәнекер тіннің өсуі, яғни тыртықтана бастайды. Ал егер тыртықтанса, бүйректің консистенциясы соған сай тығыз болады, көлемі жағынан кішірейген, беті тегіс емес, түйіршікті және ірі түйіршіктерде болуы мүмкін. Бұл бізде созылмалы пиелонефриттің макроскопиялық көрінісі. Енді микроскопиясында не көреміз? Мына ошақтың барлығы шумақшаны салайық. Шумақшаның ішінде артериола, қан тамырлары бар. Каналшаларды саламыз. Каналшаның ішінде бізде дәнекер өсіп кетеді. Дәнекер осылай салайын сіздерге. Дәнекер өсіп кетеді де, бұл склерозға алып келген. Яғни бәрі тыртықтанып қалды, басында некроз болды, атрофия тыртықтанды. Енді мына арасындағы инфильтрат бар. Бірақ сол инфильтраттың құрамында бұл жағдайда лимфоциттер мен плазмоциттер болады. Яғни лимфоплазмоциттардың инфильтрация. Неге? Себебі процесс созылмалы. Созылмалы болғаннан кейін дәнекер өсті және лимфоплазмоциттардың инфильтрация. Енді мына бұзылған каналшалардың жанында сақталған каналшалар болады. Сақталған каналшаның біреуін салайық. Сау каналша міне. Эпителийі бәрі сау. Бұлар тірі, ядросы бар. Және бұл тірі эпителий не істей бастайды? Мыналар жұмыс атқармағандықтан, мыналар жұмыс істейді, бұл екі еселі жаңағы жұмыс атқарады, және ол көлем жағынан ұлғаяды. Яғни компенсаторлы гипертрофияға ұшырайды. Және одан басқа созылмалы пиелонефрит кезінде енді науқас ары қарай емделмесе, рецидив қалып келеді, және ремиссия, яғни екі кезеңде жүреді, рецидив, ремиссия кезеңінде. Рецидив кезеңінде қатты процесс өршіген кезде кейде лейкоцитарлы инфильтрация қосылып кетуі мүмкін. Ал ремиссияға кеткен кезде плазмоциттар көбейеді, ол жерде тыртықтың пайда болады. Және осы пиелонефриттің жедел созылмалы ағымын талдадық, ал енді келесі ол бізде асқынулары. Асқынулар немене болуы мүмкін? Жаңағы процесс басылмай, мына жедел кезінде, жедел пиелонефрит кезінде мына процесс ары қарай іріңдеп өршіп жататын болса, осы іріңді ошақтардың барлығы тін бұзылады. Тін бұзылған кезде бүйректің ішінде, бүйрек салып қойын астына, бүйрек, мына жерде некроз ошағы болды, и осы некроз ошағы бұзылып, мынандай түзіліске алып келеді. Бұл түзіліс айналасында дәнекер тінмен қоршалады да абсцесс пайда болады. Значит, бізде жаңа жедел пиелонефрит бүйрек абсцессіне асқынуы мүмкін. Осы абсцесстер ол біреу емес бірнеше болуы мүмкін. Осы бірнеше абсцесс қосылып бір-бірімен үлкен абсцесс дейміз ба, бірақ оның өзінің диагнозы мына бірнеше абсцесс қосылған аймақ. Бұның ішінде іріңді эксудат көп мөлшерде, ірің толған. Бұл бүйрек карбункулы деп аталады. Бұл бір іріңді асқыну, яғни бұл жаңағы бүйректің асқыну. Және осы тағы бір асқыну, мына барлық қабыну процесі бүйректің сыртында жатқанына капсуласына беріліп кетуі мүмкін. Оны перинефрит дейді. Одан кейін ол айналасындағы маңы клетчаткасына беріліп кетсе, ол паранефрит деген асқынуларға алып келуі мүмкін. Бұл жедел жаңағы пиелонефриттің асқынулары. Ал созылмалы пиелонефрит неменемен асқынады? Ол жаңағы процесс рецидивке ауысып, тағы да бір іріңді қабынуларға алып келуі мүмкін асқынуға. Екінші бір асқынуы ол созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі. Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі бізде ол дәнекер тіннің түгелдей жатпай өсуі, бүйректің функциясын мүлде болмай қалуына алып келеді. Ол өз кезегінде бізде организмде фильтрация жоқ. Фильтрация жоқ болса, қан тазаланбайды, азот қалдықтарының барлығы бізде қанда қалып кетеді. Ол бізде уремиямен анықталады, уремия бізде өлімге алып келеді. Енді науқасты гемодиализге немесе трансплантацияға жібермесе. Бұл пиелонефриттің жалпы көрінісі. Тағы бір айта кететін зат, бізде пиелонефрит бір жақты немесе екі жақты бүйректі зақымдауы мүмкін. Бір жақты неге? Себебі жаңағы инфекция төменнен жоғары қарай ол бір несеп ағарымен көтеріліп, бірақ бүйректі қабындыруы мүмкін. Немесе екі жаққа да бірдей көтеріліп, екі жақта да қабындыруы мүмкін. Ал гломерулонефрит кезінде процесс
әрдайым екі жақты болады, себебі бұл бізде аутоиммунды процесстен туындаған патология болып табылады.